Қазақ фильм киностудиясы шығарған. 26 қыркүйек 1927 жыл, Жапония. Ханако, Мәскеуге бара жатырмын. Бармауыма болмайды. Мен саясаткер емеспін, коммерсантпын. Ал бұл заманда коммерцияның өзі саясат. Сенімді, қолайлы, ұзақ. Жапонияны апаттан тек сол ғана құтқара алады. Менің ұстанымым Ямато ұлтының айбыны самурайдың семсерінде деп санайтындарға ұнамайтынын түсінем. Бірақ бара жатырмын. Мына теңіз бізді тым ұзақ бөліп тұрды. Ресеймен соғыспау керек. Сауда жасау керек. Саған не болды, Ханако? Әке, менің үйлену тойымда бола алмайтыныңызға қынжылып тұрмын. Бірақ қандай да бір өтініш айтуға дәтім бармайды. Әрқашан сіздікі дұрыс деп санаймын. Ісіңіз бәрінен маңызды екенін түсінем. Кешіріңіз мені. Ертең таңертең полиция Френчте өлтірілген саяси басқарма агенттігінің мандатын тауып алады. Сайто мырзаның большевиктерге деген сүйіспеншілігі енді аздап бәсеңдейтін шығар. Сайто мырза, кісі өлтіруші өлі табылғанын және большевиктер агент екенін білесіз бе? Оған сенбеймін. Қызымды мен райынан қайтсын деп, қорқытқысы келгендер өлтірді. Кеңестік Ресейге қатысты шешімімді өзгертеді деп ойлайтын шығар. Жоқ, олар қателеседі. Жапонияның ірі кәсіпкерінің жалғыз қызы өлтірілді. Ақылсыз саяси ойынның қайғылы нәтижесі. Кеңестермен сауда келіссөздер жүргізіле ме? Иә, мен Мәскеуге барам деп жауап береді Камато Сайто. Транссібір экспрессы. Бесінші қазан 1927 жыл. Манчжурия, Харбин. Қожайын. Фан мырза.
Қожайын. Тұратын уақытыңыз болды. Қайырлы таң, Фан мырза. Саған не болған, Шпазма? Кешірім өтінем. О, Құдай. Тағы жанжал ма? Иә, әдеттегіше. Не жаңалық бар? Кеш қалай өтті? Ерекше ештеңе болған жоқ. Қыздар жұмыстарын аяқтап тарқай бастады. Халық та түгел тарқап кетті. Тек Гутов мырза өз достарымен қалды. Шынымды айтсам, бәрі ойдағыдай өтті деп қуанғанымды қайтейін. Кенет, ал саған керек болса, сахнаға әлгі жексұрын Луконин шығып, мас әрине, тура Гутов мырза қайырылып сөз сөйледі. Өзі, яғни Луконин азат етушілер одағына ұсыныс жасамақшымын дейді. Қара киімді сұр түске ауыстыру туралы. Гутов мырза әрине оның не қажеті бар деп қызығушылық танытты. Ал әлгі сонда қайызға қаса байқалмас ет деп жауап берді. Елестетіңіз. Сол кезде бәрі өре түрегілді. Астан кестен басталды да кетті. Мен қоңырау шалдым. Полиция келді. Сұрай бастады. Ал Луконин ізін суытып үлгеріпті. Сол арада Гутов мырза сірә қолын жайсыз сермеп қалса керек. Қытай полицейінің тура бетіне тиіпті. Қысқасы, олар Гутов мырзаны алып кетіп қалды. Ал бүлікті бастаған сірә бір жерде тығылып қалса керек. Таң сәріде келіп тұр. Рояльдің үстінде ұйықтапты, жексұрын. Адысы аяқ көп қирады ма? Жоқ, абырой болғанда. Сүт әкелші, Шпазма. Қымбатты Фан мырза, сіздің орныңызда болсам, полицияға барып, Гутов мырзаны босатып алар едім. Оны мен тіл табысқан дұрыс болады. Ал Луконинді желкесіне түйіп, қуып шығу керек. Сүйкімді Илья Алексеевич, мен бәрімен тіл табысып жүрмін. Маған бәрі ұнайды. Ақша төлейтіндер де, ақша төлеттіретіндер де. Ал Лукониннің гитарына ақша төлейді. Бірақ ол Гутов мырзаны мұқатып сөйлейді ғой. Бұл оның құқы. Біз демократиялық қоғамда өмір сүреміз. Бізде сөз бостандығы. Қаттырақ. Арқаны түзу ұстаймыз, арқаны. Ал білесіз бе, мен тіпті қираған ыдыс-аяқтарға да төзуге дайынмын. Бәрі аса жаман емес. Міне осылай. Көңілді Фан сіздерге сәлем жолдайды. Ал сен, Орыс Азия банкі маған неге несие ақша бергенін білесің бе? Өйткені Федотов мырзаның өзі көрді. Бізде ешқандай саясат жоқ. Таза коммерция. Ох, Нина, саясатты жақтырмайым. Есіңізде ме? Бұл қандай меңіреу жер еді. Кабаре Лотс. Мен күні түні жұмыс істедім. Жалғыз көйлегім болатын. Түнде жуып, таңертең жұмысқа дымқыл күйінде киіп баратынмын. Қыста елестетіп көріңізші. Ал бұл кімді толғандырып еді? Сонда әлгі періштелердің бәрі Ресейді құтқару одағы және басқа да саясат құмарлар. Қайда болды? Қайда? Солай ма бәлем? Ал мен Фан, енді міне қаладағы ең үздік мекеменің иесі болғанда, оларға керек бола қалыппын. Солай, мархабатты тақсыр комитеттің отырысына келуге қалай қарайсыз? Келсеңіз жөн болар еді. Оларға мен емес, ақша керек. Көк тиын да бермеймін. Көк тиын да. Саясатқа қарсымын. Мүлде қарсымын. Білгім де келмейді. Мен коммерсантпын. Құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерге әрқашан қуаныштымыз. Біз бақыттымыз. Өйткені, бүгін тағы да бізбен бірге біздің кабаредесіздер. Көңілсіз болсаңыздар, уайымдарыңызды тарқатамыз. Өйткені бәрін жасай аламыз. Қолымыздан бәрі келеді. Күнде кешке лотос гүлін ашу.
Dostардың қарсы алдынан. Dostардың қарсы алдынан. Кешімізді мынандай сөздермен бастаймыз. Көңілді фан сіздермен қоштаспайды. Не керек шпазма? Бізде Федотов мырз отыр. Сәлем. Қандай сәтті күн, қандай меймандар. Таныстырамын, Фан Йочунь кабаре қожайыны. Сәлематсыз. Әнші, биші, сиқыршы, әртіс. Көріп тұрмын да өрліп кеткен дейсіз. Қойыңызшы. Фан мырза жұмыстың көзін білет. Ой, мені тым қошеметтеп жібердіңіз. Банктың арқасында, сіздің арқаңызда, Федотов мырза. Достым, бізге сөйлесу керек боп тұр. Мархабат. Кешіріңдер, достар. Ұзаққа кетпеймін. Өтінем. Ести алмадым, қайда дейсіз? Мәскеуге? Мәскеуге. Қойыңызшы. Әзіліңіз бе? Ал не? Үнемі әзіліңіз таусылмайды. Бетке бұлш еткізесіз, айтасыз ау сізде. Несі бар, Фан? Ұзақ уақыт емес, 2 күнге. Иә, болмашы тапсырма. Жалпы тапсырма да емес. О, не дегеніңіз? Тіпті сұрамай қойыңыз. Өте жақсы білуге тиіссіз. Мен кеңес үкіметінен қашқан Қасымханов Омар Бай баласымын. Ал, я қашып кеттім. Олар мені тіпті Қызыл армияда қызмет етуге мәжбүрледі. Қашқынмын, дезертир. Мен сияқтыларды бұрын атып тастайтын. Шыңжаңдағы достарымның жазуынша, егер пойыз Қазақстан арқылы өтсе, нағыз қорытыным анық. Сондықтан кешіріңіз. Демек бармайсыз ба? Жоқ. Өкінішті, көмектеселер едіңіз. Біздің есебімізден әрі-бері 2 күн. Онда тұрған не бар? Түсінем. Экспресс, халықаралық вагон. Ой, сұрамай қойыңыз. Басқасының бәрі тек бұл емес. Сіз ақшаға зәру емессіз бе? Қойыңыз, онсыз да сізге қарызбын. Жарайды. Жақсы. Егер ойыңыздан айнысаңыз, хабарласыңыз. Білесіз ғой, үнемі келіс аламыз. Есіңізде болсын, Фан, мен сізге жақсы қарайым. Қойыңызшы, мен бұған лайық емеспін. Мен сіздің құлыңызбын, Федотов мырза. Дегенмен ойланыңыз, Фан, ойланыңыз, достым. Бұл қандай өрескел ұсыныс? Мәскеуге сапар. Неге? Атап айтқанда, мен кездейсоқтық па? Тексеру керек. Федотов мырза кімге ұсыныс жасағанын білсе ғой. Қызық. Ақтардың эмигранттық барлауы есебінен өз еліме бару. Үйде болмағалы қай заман. Құлжа, Атаман Дутовтың ақыры, сосын Жаркент. Сол операциядан бері 6 жыл өтіпті. Бұл не істегендерің? Ал сен ойланып көр.
баруға тура келеді. О, Құдай, Құдай, Құдайым-ай. Қандай сұмдық. Қандай сұмдық. Сәлеметсіз бе, Федотов мырза? Сәлеметсіз бе, фан. Маған айтқан бірақ, бұл сұмдық қой. Сізге не болған, Құдайым-ау? Қандай заман. Неткен әдет. Жоға, түк етпей. Айтпақшы, полицияға хабарладыңыз ба? Жоқ. Оныңыз қалай? Ол қарақшыларды тауып міндетті түрде жазалау керек. Әйтпесе, кез келгенімізге осылай істейді. Тапа-тал түсте, бәрін қиратқанба, бұл сұмдық екен. Кешіріңіз, ал мені не үшін шақырдыңыз? Сөйлесу керек. Мәрхабат. Бұрыннан келе жатқан жақсы, тату көршілік қарым-қатынасымызды бұзбау ниетімен. Иә, сонымен бірге сіздің қаржылай көмегіңізді және банкіңізбен ынтымақтастығымызды ескеріп, өте ұзақ ойланып барып, мен шештім. Иә, сізге Мәскеу сапары үшін адам керек. Иә, сіздің сөзіңізше ол адам онда түк бітірмейді, солай ма? Ал онда болмайды. Кешіріңіз, зор ықыласпен барар ем. Бірақ ешқандай болмайды. Алайда асықпаңыз. Бұл әлі бас тарту емес, шпаз ма? О, алтыным менің, қымбаттым. Илья Алексеевич, аса мейірімді, аса ұқыпты орыс. Бірақ Ресейде көптен бері болмаған. Соңғы кезде Колчакпен сапарлары сәтсіз болды. Бірақ ештеңе емес, міне. Ол Мәскеуге барады, менің орныма. Қалай? Не үшін? Тек мен емес. Жоғалар ақмақ. Бұл жарамайды, фан. Мәскеуге сіз баруыңыз керек. Федотов мырза, бара алмайтынымды сізге түсіндірдім. Бара алмаймын дегенмен. Фан, қымбаттым, Мәскеуге сіз баруға тиіссіз. Түсінесіз бе? Кабарені жөндетуім керек. Жалпы қазір мұнда сім көп. Өкінішті. Өте өкінішті. Мейлі, енді уақытыңыз алмай қояйын. Кетейін. Кешіріңіз, Федотов мырза. Егер айнысаңыз, телефон соғарсыз. Сіз баруға келіспейсіз ғой. Иә, барам. Фан, баяғыдан солай демейсіз бе? Өтінем. Отырыңыз. Енді іске қатысты. Мені мұқият тыңдаңыз. Мұнда паспорт. Өзімдікі бар. Жоқ, жаңасы уақытша. Транссібір экспресіне билет. Туристік қызмет көрсетуге полис. Мәрхабат, кешіріңіз. Я, Федотов. Біз келістік. Я, бәрін келісіп қойдық. Сізді күтеміз. Мәскеуге Қытай азамат ретінде барасыз. Тапсырма қиын емес, оны пойызда аласыз, сондықтан ешқандай мәселе. Міне тігіншіміз де келді. Қандай тігінші, не үшін? Костюміңіз нашар екен, тігінші сізге жаңасын тігіп береді. Менің өз костюм тамаша, осы да жетеді. Өтінем. Тігінші мырза, кірсіңіз. Дені дұрыс тігінші таппадыңыз ба? Өз шірініңді. Ал, біздің кейіпкеріміз сізге ұнады ма? Әбден лайықты қап. Иә. Шпазман, не болды? Неге келдің? Саған не керек деп сұрап тұрмын. Ой, кешіріңіз, халатпен жүредім. Федотов мырзадан келдім. О, келгеніңіз жақсы болды. Иә, өте жақсы болды. Ал сіз шабадандарды қойыңыз. Білесіз бе, бізде арнайы достық, банкпен жалпы Федотовпен доспыз. Өте сүйкімді адам, өте. Барыңыз. Иә, бар. Құрт көзіңді, ақымақ.
Менің қандай міндетім бар? Мен сіздің әйеліңізбін. Қалай? Есімім Александра Тимофеевна Демидова. Саша деп атауыңызға болады. Үйленгенімізге 3 жыл болған. 3 жыл. Баламыз жоқ. Болмайды. Сізбен төсектес болатын ойым жоқ. Барлық шағымыңызды Федотов мырзаға айтыңыз. Сіз екеуміз Транссібір экспрессмен кеңес одағына саяхат жасаймыз. Мәскеуге. Мені паспортым, билетім. Ол несі тағы? Мені кім деп тұрсыңдар? Жетер, қазір. Тапқан екен баланы. Қазір қоңырау шалам. Бәрін анықтаймыз. Қазір. Орыс Азия банкі маған Федотов мырзаны. Біресе бұларға костюм ұнамайды, біресе бір әйелді тықпылайды. Әйел дейді ғой тағы да. Киім-кешектеріңді неге шашып тастаған сен? Алло, Федотов мырза, сәлеметсіз ба? Мен келіспеймін, бармаймын. Бұларыңыз не? Қайдағы бір әйелді жіберіпсіз? Сізбен бұлай келіскен жоқпыз. Жоқ. Мен бармаймын, азғырмай қойыңыз, келіспеймін. Сөйлеп тұрған Фан. Фан сөйлеп тұр деймін. Түсінем, Федотов мырза, бірақ бұлай келіскен жоқ едік. Түсінем, иә. Түсінем. Міне, рахмет. Сау болыңыз, Федотов мырза. Міне дәл қазір. Жапонияда әскерилер континентке көз тіккен кезде, мұнда Манчжурияда ақ гвардияшылар тағы да қимылдай бастады. Ірі жапон кәсіпкері Мәскеуге сауда-саттық туралы ұсыныс жасауға бара жатыр. Федотов және басқа да ақ эмиграцияның қоқыр-соқырлары қалай ыза боларын елестетіп көр. Сондықтан бұл сайт оның төңірегінде өрбігөніс. Қасымханов. Ол Фан. Я солай сияқты. Менің мәліметім бойынша біз әйеліміз екеуімізден басқа тағы 2 адам бармақшы. Олар кімдер? Егер білсем ғой, білетінім тек екеуі де Федотовтың адамдар. Айтпақшы, әйелің кім? Александра Тимофеевна Демидова. Ол өзін солай таныстырды. Орыс қызы, эмигранттардан, кәсіпқойлардан емес сияқты. Алшпаз машы, жүрген бір сорлы, қалчақтық. Федотовқа жұмыс істейді. Керек болған жағдайда мен аңдайды. Ал сен алаң болман діреге, менде бәрі таза. Егер олар менен күдіктенетін болса, оп-оңай құтыласалар еді. Бір жаққа жіберіп, әуре болудың не қажеті бар? Жоқ, оларға көңілді Фан керек. Бірақ не үшін? Мәселе сонда. Кеттік, мұнда зығарлы екен. Сайттан алғыр. Олар саған неге жабысып қалды екен, а? Иә. Бірақ олардың картотекасы бойынша мен бай баласымын ғой. Қызыл армиядан қашқанмын, коммерсантпын, әртіспін, ешқандай саясат, бөтен істерге араласпаймын. Көңілдерін жықпаймын, жалғызбын. Және ақыр соңында клиникалық ақымақпын. Кез келген күдікті ойын үшін мүлтіксіз кандидатурамын. Сірә сен дұрыс айтасың. Мені тіпті Ямаготидің өзіне көрсетті. Әлгі қортыққа ма? Иә. Мені тігінші түрінде көруге келіпті. Иә. Ямаготи жайдан жай тігінші болмайды. Мұнда бір мән бар. Тапсырманы пойызда беру. Костюм, әйел. Түсінем. Бәрін түсінем. Бірақ бұлар маңызды бірден ойластырып жатқан сияқты. Мұның ар жағында ірі тұлға тұр. Бару керек. Сайто-сан, сізге біздің қызметкеріміз Исидоны таныстыруға рұқсат етіңіз. Ол сізді осы пойызда күзететін болады.
Сайто-сан, сізге еріп жүруді құрмет санаймын. Мархабат. Кешіріңіз. 4-ші, 5-ші. Кешіріңіздер. Міне, сізге беруді сұрады. Кім сұрады? Білмеймін, машинамен алып келді. Қандай машина? Жоғарға қойыңыз. Құп болады. Сапарларыңыз сәтті болсын. Аман болыңыздар. Құдайға тәуба, жүрдік ау. Қазан. Шамадан мұң екен. Жоқ, тіпті ең мұңлы романстың өзі жан дүниеңді тазартады. Иә, әрине, тыңдаңызшы. Еркелету, аймаласу ұмтылды, іңкәрлік ұйқыға етті. Махаббат өтті. Ал жаңа кездесуге көңілі шаттанбайды. Шай ішкілеріңіз келе ме? Мырзалар, шай ішкілеріңіз келе ме? Қаламайсыздар ма? Жақсы. Қаламайсыздар. Жақсы. Кешіріңіздер, Шнайдер мырза, шай ішесіз бе? О, шай. 4 бола ма? Әрине, болады. Рахмет. Оқасы жоқ. Шай керек емес пе, мырза? Шай? Осындай уақытта ма? Ой, әрине, кешіріңіз, сэр. Шай ішуді қаламайсыз ба, сеньор? Шай ішкім келе ме, қымбаттым? Жоқ, рахмет. Кейінірек. Құжаттарды жапон және орыс тілдерінде дайындаңыз. Я? Сайто-сан, мені шақырдыңыз ба? Я, Исидо. Түскі ас сағат 1-де. Құп болады, сағат 2-ден 3-ге дейін дем олам. Шай керек пе, мырзалар? О, шай. Әкеліңіз. Мархабат. Рахмет. Сізге деме, ханым? Коньяк әкеліңіз. Құп болады. Қайда бара жатырмыз? Не үшін? Ештеңесін түсінбедім. Тыңдашы, ал бізге неге тапсырма бермейді, а? Иә. Таңертеңмен коньяк ішеміз. Саша, сен бара бер, мен қазір. Тек мен үшін ештеңеге тапсырыс берме. Сүт, мұндай тамақтар маған жақпайды.
Қайырлы күн, ханым. Құлағым сізде. Сізге не қажет? Bir стақан сүт әкеліңіз. Сонымен бұл немен бітті білесіз бе? Ол маған кенет жымиды да рахмет айтты. Арасында да өте қызық оқиға екен. Менің журналистік іс тәжірибемде әлі де талай қызық болар. Қызыл батыр чекист Омар Қасымхановқа. Бұл сұмдық күлкілі. Түсінесіз бе, оқ атылғанын күтіп тұрмын, бірақ атылған жоқ. Бұл бірнеше секундқа созылды, бірақ сахнада тым ұзақ сияқты. Есіңде ме? Сіз кеттіңіз бе? Және білесіз бе, бұл немен аяқталды? Кенет ол маған сүйкімді жымиды да рахмет деді. Елестетіңізші. Сашенька. Мүмкін емес. Костюмге қатысты іс тек Ямаготидің мені көру үшін ғана ойластырылуы мүмкін емес. Маған арнап жаңа костюм тігу оларға не үшін қажет болды? Не үшін? Тексеру керек. Міне солай. Тексеру керек. Мейрамханада тамаша кеш өткіздік, а, Сашенька? Иә, тыңдашы, біз керемет адамдармен сапарлас болған екенбіз. Бірақ мен де аянып қалған жоқпын. Дегенмен, өмір тамаша ғой, Сашенька. Не болды? Ештеңе. Сіздің міне өз өміріңіз бар, ал менің өз ісім бар. Басым істейді, қымбаттым. Ал тағда неңіз істейді? Тек өз арамызда қалсын. Бұл пойыз Мәскеуге келген соң, бір күннен кейін кері қайтады. Солай. Ал менің судай жаңа 2 костюмым бар. Қайдағы бір ергежейлі тіккен. Тегім. Тыңдашы, олардың маған не керегі бар? Оларды киіп бір жаққа барар ойым жоқ. Өлтірсең де жоқ. Мен оларды жол серікке берем, бірақ тегін емес. Ал ол маған Харбинге арақ пен уылдырық жеткізіп береді. Салықсыз. Қалай, а? Басым істейді. Қымбатты, міне басым істейді. Ендеше, коммерсант мырза. Тыңдаңыз және еске сақтаңыз. Егер бұл пенжақтардың тым болмаса біреуі, немесе тіпті олардың бір түймесі жоғалса, сен вагоннан абайсызда түсіп қаласың. Түсінікті ме? Олардың маған не қажеті бар? Өзімді қақ жарасып тұр. Қарай көр, маған бұйрық бере бастады. Сен не, менің бастығымсың ба? Балағаттайды, қоқан-лоққы көрсетеді. Солай, жарайды. Алғане, шығып тұр. Мен шешініп жатуым керек. Шешіне бер, қарамаймын. Тыңдаш, бұл қалай өзі? Жабысып қалдың ба? Ханым, сіз киім ауыстырғанды дәлізде 1 сағат сенделіп жүрем. Қане, жоғал. Қане. Мархабат.
Гавана? Гавана. Айтпақшы ханым, біздің даяшымыз Станиславтың демдеген шай керемет, сіз білесіз бе? Бұл құжатты көрсеткен адам КСРО халық комиссариаты жанындағы саяси басқарма қызметкері және маңызды тапсырма орындап жүр. Барлық кеңестік ұйымдар және лауазымды тұлғалар оған жан-жақты көмек көрсетуге міндетті. Демек бұлай. Мен Мәскеуге Қытай азаматының паспортымен бара жатырмын, ал менің заттарымның арасында саясат басқарма қызметкерінің мандаты және атаулы қаруы бар. Омар Қасымхановқа берілген чекистер сыйлығы. Олар мұны менің шын есімім деп санайды. Оларға чекист не үшін керек? Сыр операция мақсаты сайтаны өлтіру. Федотов мырза бұлай ойластырса керек. Пойызда КСРО аумағында жапон кәсіпкерін біреу өлтіреді. Ол үшін көрші купедегі Қытай азаматын, яғни мені айыптайды. Кейін менің Қытай азамат емес саяси басқарма қызметкер екенім анықталады. Демек, кеңес үкіметі Жапония-Қытай қарым-қатынасын шиеленістіру мақсатымен арандатушылық жасаған болып шығады. Ал менің саяси басқарма қызметкер екенім қалай анықталады? Өте оңай. Өте оңай. Мені өлтіреді. Атаулы қаруы мен мандатымды кейін табады. Мені кім атуы тиіс? Ойыннан тыс біреу ме? Пойызға тағы кімді отырғыздыңыз, Федотов мырза? Ол екеуі кім екен? 14 қазан. そうだ、君たちに一つ面白い話もしてやろうかな。またね、おのろけですか。いやー、そんなおのろけじゃあ、まあ、言うとしてもないからね。ではね、今ね。いやまあ、女房も綺麗だしね。という口をしてですね。言ってくれてありがとう。言ってくれて嬉しいよ。そう。Ой, қателесіп кетіппін. Құдай үшін, кешіріңіздер, өтінім кешіріңіздер. それは誰が確か隣の5号室のものだと思いますが。もう変な認証だね。あ、そう。まあそれはそれとして、一つ一杯やろうじゃないか。Мырзалар, 30 минут тұрамыз. Мүмкін серуендеп қайтармыз. Жоқ, көңілім соқпай тұр. Өзің біл. Кешіріңіз. Мархабат. Мұнда қанша тұрамыз? 30 минут. Рахмет. Кесте бойынша аттанамыз. Бірдеңе жоғалттыңыз ба, ханым? Мұны қалай түсінуге болады? Ауыстық, Сашенька. Мұнда жақсырақ. Бәрібір бос тұрған көпе. Мұнда жел аса қатты соқпайды. Жалпы, бізге онда көршілердің қажетіне. Қайдағы бір самурайлар. Қандай іспен бара жатырмыз? Құпия іспен. Әне міне, жаңа тапсырма аламыз. Құпия әңгімелер деген сияқты. Міне солай.
түсінуің қажет. Міне солай. Ал Жолсерікпен өзім келсем, оған бәрібір ғой. Сен неге бәріне араласасың? Саған не керек? Сенен сұраған кім бар, миғыла? Сен неге бәріне араласасың? Кет шәрі. Жалықтым сенен. Киім кешегіңді ал да, жоғал бұл жерден қымбаттым. Ал мен осында қаламын. Болды. Жетті. Сүйіктім. Жаным, қойшы өтінем сенен. Орнымызға қайтып барайық. Солай қажет. Түсінесің бе, сол орында болуымыз керек. О, Құдайым ай. Ханым, Не болды көгершінім? сорыма қарай. Біз тағы дұрысып қалдық. Ай. Тағы да мен кінәлімін. Дөрекі болдым. Мінезім оңбаған. Өзім түсінем. Жалпы мәселе онда емес. Түсінесіз бе, ол қашып кетті. Қалай қашып кетті? Қашқан несі? Иә, Не деп қорқып тұрсыз? тұрмын. Саша сондай әсершіл. Өтінем, табыңызшы оны. Ол осында, перронның бір жерінде шығар, өтінем. Жақсы, көгершінім. Сіздер үшін бәрін істеймін, тап қазір. Рахмет. Иә, егер ол болса, алдандыра тұрыңыз. Жақсы. Оның қасында бола тұрыңыз. Иә, егер оның қасында біреу болса, Құдай үшін оған тиіспеңізші. Менің жібергенімді айтпаңыз. Қазір қымбаттым. Ой, рахмет. Сіз не есіңіз дұрыс па? Нұсқаулықты ұмытып қалдыңыз ба? Өтінемін, темекі. Мені не үшін іздедіңіз? Менде шұғыл жағдай. Рахмет. Не боп қалды? Ол өз еркімен басқа купеге ауысып кетті және орнына қайтып барғысы келмейді. Бірдеңе сезді ме? Қайдағы? Кәдімгі кезекті жындылығы. Олар мұндай ақымақты қайдан тапқан? Бірақ мәселе онда емес. Ол бәрін бүлдіретін болды. Оны қалайда орнына қайтару керек. Қалай екен? Бәрі ойдағыдай. Біздің вагондағы жігітпен буфетте әңгімелесіп тұр. Ұзын бойлы. Оны білесіз ғой. Әлгі айтулы жапондықпен бірге келе жатқан ше. Анау ма? Иә, аздап қобалжулы, бірақ бәрі дұрыс. Ой, рахмет сізге. Міне көрдіңіз бе? Рахмет. Көп рахмет. О, Сашенька, қайтып келдім. Ұрыспай-ақ қояйын деп ойладым. Сен шатақ әйелсің. Қайтып бармасам дауласасың. Маған мұның керегіне, а? Ойым дұрыс қой. Сашенька, егер саған ұнамасам, кетейін. Сайто-сан, төсегіңізді дайындауға рұқсат етесіз бе? Иә, Исидо. Әдеттегіше осындай уақытта демалам. や君ロシアっていう国は広いね Сонымен операцияға қатысушының бірі Сайто мырзаның оққа қары. Демек, мені сол өлтіреді. Ал Сайто, атап айтқанда чекистің тапаншасымен өлтірілуі тиіс. Оны кім атады? 21 қазан.
асық өскен ау, дүниеге адам қонақ. Шіркін-ай, түнеп көш ер туып ол ел қорғаған-ай, ата бабаң бұл күнден-ай ізау жатыр. Дүние-ай тозаң өш Жоқ, бұған төз алмайым. Мен адамым ба, қаппым ба? Ал не үшін? Не үшін бара жатырмыз, айтшы. Мен онда не істеуім керек? Қажет кезінде саған айтады. Шыдай тұр. Шыдағаны қалай? Бұл адалдық емес. Біз не, Америкада келе жатырмыз ба? Мен бұл жерден әрең қашып құтылғанмын. Түсінесің бе? Бұл адалдық емес. Егер сен бірдеңе біліп, менен жасыратын болсаң, бұл адалдық емес. Бір іспен айналысып жүрміз. Адамды бұлай қорлауға болмайды ғой. Не ұйқы жоқ, не күлкі жоқ. Жынданып кетуге болады. Түсінші. Өзіңді менің орныма қойып көрш. Бұл мүмкін емес. Қанша қаласам да сенің орныңда бола алмаймын. Ал неге олай дейсің, а? Не үшін? Неге бәрі менімен солай сөйлеседі? Жақтырмайсыңдар ғой, е? Е? Ал сендерге не жамандық істедім? Мен әншейін қайда бара жатқанымызды білгім келеді. Болды. Бұл расымен жаман ба? О, Құдай, Құдайым-ай, Құдай-ай. Сендер неге мені қинайсыңдар? Сендер дегенің кім? Қойшы бәрің. Саясаткерлер, саясаткерлер! Доғар. Бәрі жақсы жүріп жатыр. Мен де ештеңе білмеймін. Уақыты келгенде бізге тапсырманы хабарлайды. Тәрелкелерді әкел. Мархабат. Тағыма. Сүт құйғыш қайда кеткен? Шкафтан қарай. Жоқ. А. Қатып ұйықтап қалыппын. Иә, қатып ұйықтаппын. Даяшы. Тыңдап тұрмын. Мынау не? Қайдан? Білмеймін. Солай ма? Рахмет. Не жейсіздер, мырзалар? Өтінем. Мархаба. 魚美味しいのがありますかどうか。Marhabat. Rahmet.
Marhabat. Ko'p rahmet. Qayda ketding? Қазір келем. Tezroq kel. Иә, жақында біз келеміз. Менің стансам. Кешіріңіз, кешіріңіз. Амансың ба, қарындасым? Атың кім сенің? Айжан, Айжан, атың әдемі екен. Сенің жаңа көкбасардан отырғаныңды көрдім. Сонда тұрасың ба? Онда кімнің қызысың? Кімнің қызысың? Есенғали Оспановтың қызымын. Есенғали Оспановтың ба? Білем. Ауылда бәрі аман есен бе? Иә. Жарайды, айналайын. Рахмет. Ағай, сіз бірдеңе білгіңіз келді ме? Иә, етікші Ерденнің хәл жағдайы қалай? Қарттың денсаулығы жақсы ма? Ол қайтыс болған. Қалай қайтыс болды? Қашан? Көп болды. Қандай тамаша кісі еді. Ал сіз естімеп пе едіңіз? Адамдарға қаншама жақсылық істеді. Біздің барлығымызға жақсылық жасаған. Ағай, сіз кімсіз? О, ұлы әлем. Қараша. Мен сенің тозаңыңмын. Мен қазақтың ұлымын. Айжан қалқам, саған бәрін айта алмаймын. Құқым жоқ. Бірақ сен маған көмектесуге тиіссің. Бұл өте маңызды. Қолымнан келер ме екен? Келеді. Өйткені әкең Есенғали Оспанов революция жолында қаза тапты. Өйткені сен комсомолсың. Әрі бұл біздің отанымыз үшін қажет. Не айтсаңыз да, бәрін орындаймын. Бәрін. Есидо, кіріңіз. Бүгін кімнен хат алдыңыз? Менді білмеймін. Неге енді дейсіз? Ол хат сізден шығар деп ойлағам. Менді білмей тұрмын. Онда не жазылыпты? Бүгін түнде сағат 12:30-да сізді маңызды хабарлама үшін екінші вагонның тамбурында күтет делінген. Көрсетіңіз. Қане. Өтінем. Байланысқа қалай шығуға тиіс екенімізді білесіз ғой. Иә, бұл хатқа қатты таң қалдым. Бірақ сізден басқа маған хат жазатын ешкім жоқ. Ал, бұл туралы не ойлайсыз? Сіз ойлауыңыз керек. Менің тікелей бастығым сізсіз. Өзімнің нақты тапсырмам бар. Мен соны орындауға тиіспін. Ал, мүмкін сіздің бұл пойызда мен білмейтін басқа тікелей бастығыңыз бар шығар. Мен білмейтіндер. Жоқ, ендеше мынаны кім жазды? Мүмкін демейді ба шығар.
Күні санаулы екенін алдын ала сездім екен, ха? Сонымен екінші вагонның тамбурында. Барасыз. Мұнда айтылған жерге барасыз. Мұны бұлай қалдыруға болмайды, тексеру керек. Мен жақын жерде болам. Қызым, неге шұқшиып оқып отырсың? Ұйықтасаң етті. Ал сағат қанша болды? 12:30. Ал не? Келді ме? Иә, екеу. Бірі жапондық, екіншісі мұртты. Мұртты ма? Сары шашты. Сары шашты. Иә, сондай күлкілі мұрты бар. Білем. Есіңізге түсті ме? Түсіндім, айналайын. Қорққан жоқсың ба? Сізге тағы да көмектесе алам ба? Жоқ, қалғанын өзім істеймін. Рахмет саған. Мен сені мәңгі ұмытпаймын, Айжан. Сау бола ғой. Жиырма екінші қазан. Бәрін дәл ойластырған екенсіңдер, мырзалар. Бірінші болып қылмыс орнына журналист Шнайдер келеді. Ол мандатпен... Кешіріңіздер, сіздерде бас аурудың дәрісі жоқ па? Білесіздер ме, басым сұмдық ауырып тұр. Ал вагонда ешкім жоқ екен. Шайшы? Білесіз бе, тіпті шайды көмектескен жоқ. Иә. Сашенька, іздеші. Көрдің бе, мырзаның басы қатты ауырып тұр. Иә, мен қазір. Иә, ізде. Өтінем, дәлізде күте тұрыңызшы. Иә, әрине. Демек бұлай. Шнайдер мандатпен атаулы қаруды табады, және кеңестік Ресейдің аумағында өзін Қытай азаматымын деп атаған чекист жапон өнеркәсіпшісін өлтіргенін бүкіл әлемге жария етеді. Дегенмен сайтаны кім атады? Мүмкін Сашенька шығар. Мүмкін Сашенька. Ендеше оны да... Мұнда бізге ешкім бөгет болмайды. Сізде бәрі дайын ба? Иә. Өзгеріс болды. Акция бүгін өтуі тиіс. Қалай бүгін? Неге бүгін? Өзгеріс болды. Дәл сағат 2-де. Ол әдеттегіше жатып демалады. Сағат 2:15-те. Сіз Исида дайын болуға тиіссіз. 6-шы купенің қасында болуыңыз керек. Сағат 2:20-да сіз Демидова ханым купенің қабырғасына, оның шамамен бас жақ тұсынан атаулы қарумен бірнеше рет оқ атасыз, дұрыс па? Иә. Исидо, сайтының өлі екенін анықтап,
6 купедегі қап деген лақап есімді кісіні атуы тиіс. Сонымен. Одан арғысына 15 секундтан аспайтын уақыттарың бар. Қапты жоғарғы орнынан төменге түсіріп, қолына өз атаулы қаруын ұстату керек. Осылайша, сайтыны қабырға сыртынан саяси басқарма қызметкері өзінің атаулы қаруымен атып өлтірген болып. Ал пенжегіндегі мандатты сайтының көмекшісі лауазымды тұлғалар келгенше тауып алуы тиіс. Одан әрі. Бәрі сағат 2-ден 15 минут кеткенде басталуы тиіс. Сұрақ бар ма? Онда қане тарайық. Бара беріңіз, Исидо. Иә. Ал мен сізбен сөйлескім келді. Азия. Ал сіз неге күйгіліктенесіз? Ал сіз ше? Жауап беріңіз. Неге өз бетіңізше операция уақытын өзгертесіз? Мұнда сұрақ қоятын мен. Бірақ сіз маған жауап бере алмас едіңіз. Демейді ханым. Операцияға мен жетекшілік етем, және кез келген шешімді қабылдауға еркім бар. Шнайдер, не болды? Бірдеңе болды ғой. Азия. Мен мұнаны сұрайын деген едім. Сіздің анау әлгі күйеуіңіз қалай? Сорлы ақымақ адам. Одан ешқандай тосын сый болуы мүмкін емес пе? Жоқ. Ал жақсы, барыңыз. Барыңыз. Тұра тұрыңыз. Александра Тимофеевна, сізден бұлай сұрағым келеді. Мұнда біздің топ жалғыз емес сияқты сезінбейсіз бе? Яғни? Біз жасауға тиісті істі біреу бақылап жүргендей көрінбей ме? Олай деп ойламаймын. Жоқ. Ал жақсы, барыңыз. Барыңыз. Сайто-сан, төсегіңізді салуға рұқсат етесіз бе? Сағат қанша? 15 минутсыз 2. Қазір шығам. Сашенька, ұйықтап жатырсың ба? Сайто-сан, дем ала беруіңізге болады. Лейда, сағат 2 болды, дәріңді іш. Осының бәрінен қалай шаршадым. Іш. Үйге тезірек жетсек екен.
Жақында Лида, Мәскеуге жақында жетеміз. Түсіне алмадым. Неге сен әлгі аңдылықтың бастан кешкендер туралы ақымақ әңгімелерді тыңдайсың? Олардың тең жартысы қиял екеніне сенімдімін. Саған одан да қызықты хикаялар айтып берер едім. Луиджи, итке қарашы. Итті қазір ары тарт. Жалықтым, тартар. Жалықтым, сайтан алғыр. Сабыр ет, кішкентайым. Сені ренжітті ме? Қандай дөрекі. Қайырлы күн, сеньор. Қажет емес, сүйкімдім, қажет емес. Я. Бұл сіз бе, Сидо? Онда не боп жатыр? Онда тыныш. Уақыт өтті, ол атқан жоқ. Неге? Түсінбедім. Ал мен түсінем. Қандай оңбағансың, а? Ал не, жек сырын, айт, мен өлтіріп, менен қап жасағыларың келді ме? Айт, кім сенің жаңа қожайының? Кім? Айтқан не, кім? Түсінбедім. Түсінбейсің бе? Ал мынау не? Менің шабаданымда мына мандат қайдан жүр? Өздеріңнен қап жасайым, сартымсық оңбаған. Тыныш. Ал енді пойызды құлама жолға түсіріп жіберем. Ах, сұмырайлар. Сатқындар. Сашенька, не боп қалды? Ку-ку, Сашенька.
Не болды? Саған не болды? Қымбаттым. Бұл қатыгездік. Олар мені лақтырып кетті. Кім лақтырып кетті? Лақтырып кетті оңбағандар. Кім лақтырды, Сашенька? Жауыздар. Сабыр ет, қымбаттым. Саған не болды? О, Құдай, не үшін? Ал егер іске асқанда ғой, егер болғанда бәрі жақсы, бәрі басқаша болар еді. Бәрі жақсы болады. Жақында тапсырма аламыз. Нақұрыс. Сен не өзің? Оңбаған. Саған не болды? Оңбаған. Ой, не болды? Кешіріңіз. Қапсы айтан алғар. Қараңызшы, қандай жабайы халық, а? Аға! Міне осылай шауып, түсініксіз бірдеңелерді айғайлау не үшін қажет? Тағылық. Ол тіпті не үшін шауып келе жатқанын өзі де білмейді ғой. Әрине, сіз басқа біреуден гөрі өз өміріңізді әлдеқайда теңдессіз қымбат бағалайтыныңызды түсінем. Шай керек емес пе, мырзалар? Жоқ, рахмет. Рұқсат етесіз бе? Рахмет. Бірақ Құдайдың алдында бәріміз теңбіз. Сіз де, мен де, және шай ішкіңіз келмей ме? Жоқ, рахмет. Я, айтпақшы, журналист мырза сұраған еді.
Ешкім жоқ па? Кешіріңіз, ештеңе емес. Мынау неге зымырап бара жатыр? Станцияға жақын қалды емес пе? Кім білсін, өзім де ештеңе түсінбедім. Ал меніңше таңдаулылық онда емес. Сіздің ойлағаныңызда емес. Таңдаулылық рухтың күшінде, махаббатқа сенімде жатыр. Ақ, сеніме оңбаған. Сіз бе? Гершнайдер, шай суып қалады. Ештеңе емес, үлгеруге тырсам. Достым, бауырым, есіңді жей. Қане тұр, есіңді жей. Қайне поезды тоқтату керек. Аздап теже. Тек бірден тоқтатпа. Әзірше тоқтатпа. Естимісің? О, Құдай. Бітті. Тапсырмағандай. Сайтоны өлтіру. Мақсат арандату, кең көлемді арандату. Мен өлтіруге тиіспеді. Қазір бір сәтке. Қазір 1 минут, қазір. Ой, кешіріңіз. Сіз де мейрамханадан сүт ішкен жоқсыз ба? Ішпей қойыңыз. Білесіз бе, өлі жақсы қорытылған сияқты, ал сосын кенеттер. Кешіріңіз, ал мәселе неде? Сайтан алғыр біресе есуастарша зымыраймыз, біресе станцияға жетпей тоқтаймыз. Не болып қалды екен? Не болды? Дәрігер, Лукьяновты көрмедіңіз бе? Дәлізбен әрі қарай. От жағушы қалай? Сондықтан сізден сұрағым келген. Лукьянов қайда? Ол қасымызда. Міне мұнда сияқты. Ештеңе білмеймін. Ант етейін, ештеңе білмеймін. Мүлде ештеңе. Түсінем. Ештеңе. Демек, ешқандай айғай-шу, атылған оқ дауысын естімедіңіз ғой. Мүлде, ант етейін. Мүлде ештеңе. Ендеше айтыңызшы маған. Өтінемін, сіз... Оны жайна қалдырыңыз. Ол үнемі купеде болды. Ұйықтап жатты. Я, купеде ұйықтап жаттым. Жүйкесі тозған адам. Ұстамасы ұстауы мүмкін. Жүйкем тозған. Санитарлар, Лукьяновқа баяндаңдар. Құп болады. Усып, мен поезді жөнелтуге дайындаңдар. Сайта мырза, неге күзет жалдадыңыз? Демек бірдеңеден қауіптендіңіз ғой. Исиданың орнында Сайто мырза болуы тиіс екенін айтты. Мінекей солай. Неге олай ойлайсыз?
Әлемде маған екі нәрсе қымбат болатын. Қызым және көзқарасым. Олар көзқарасынан өзі-ақ бас тартады деп ойлап, әуелі қызымнан айырды. Енді мені көзқарасымнан айырғысы келеді. Кір адамды өлтіріп тастау қиын емес. Бірақ егер олар солай жасаса, осы өмірде де, кейінгі өмірлерімде де зұлымдық тек зұлымдық туғызады. Ал төзім самурайдың семсерінен де күшті деп ойлайтын болам. Өтінем, эскадрон, бұйрығымды тыңда. Ал сізді 1 минутқа маған жолуыңызды сұрайым. Тек 1 минутқа. Сізге соңғы сұрағым бар. Жоқ, жолдас, енді сұрақ қоятын кез емес. Дереу Мәскеуге Қасымхановтан жедел хат жөнелтіңіз. Жүрдік. Болды. Кеттік, Сашенька. Әйтеуір құтылдық ау. Тіпті сен алмайым. Құдайға тәуба. Мәскеуге дейін аз қалды. Сосын үйге кері қайтамыз. Болды, енді саяхаттамайым. Бұл менің қолым емес. Қонақ болған жақсы, бірақ өз үйіңдей қайдан болсын дегендей. Үй? Қандай үй? Ал сенің үйің қайда? Бұл сөздердің тым болмаса мәнін түсінесің бе? Үй. Отан. О, Құдай. О, Құдайым, мен қайда бара жатырмын? Не үшін? Бұл не болғаны? Кетіңіз. Кетіңіз дедім. Жайма қалдырыңыз мені. Құдайым-ай. Құдайым-ай. Бәрі құрыды. Бәрі құрыды. Өмірім қор болды. Енді не болар екен? Енді қайттым. Кетіңіз. Кетіңізші, жалынамын сізге. Фильмді қазақ тілін аударған Хабар агенттігі.